Бәріне сәлем. Бүгін осындай қатпарлы қамырдан печенье жасаймыз. Өте оңай, тез дайындалады. Сондықтан да дайындап көріңіздер. 2-ақ ингредиент керек: қатпарлы қамыр мен жұмыртқа. Қамырымызды осылай 4 бұрышты қылып кесіп турап аламыз. Немесе өзіңіз жайып барып турайсыз ба, бірден мен сияқты турайсыз ба, өз еркіңіз. Бұл печеньенің формасында әртүрлі қылып жасауға болады. Дөңгелек, жүрекше, немесе басқа да бір формаңыз болса, сол формамен кесіп ала беріңіз. Ортасынан бөліп жатқан себебім, бұл қамыр піскен кезде қатты көтеріледі, сондықтан да үстіп кесіп бөліп аламыз. Немесе жайып, оқтаумен сосын кесіп алсаңыз болады. Дайын болған печеньеларымызды противеньге салып, бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Печенье тәтті болу үшін бетіне міндетті түрде қантты себеміз, және де осылай қантпен ғана пісірсе де болады. Немесе печеньеңіз әдемі болсын десеңіз, бетіне мак, кондитерлік посыпкалар, кез келген жаңғақты езіп бетіне сепсеңіз болады. Мен грек жаңғағын, асқабақ дәнін және күнжу дәнін септім. «180 градус қызып тұрған пеште 20-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің қатырлақ, жұмсақ әрі тәтті печеньеміз дайын. Дайындап көріңіздер. Өте тез дайындалады. Бар болғаны жұмыртқа мен қатпарлы қамыр қажет. Сондықтан да дайындап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.